Адамның санасы қаншалықты төмен болса, ол мұрнын соншалықты аспанға шүйіреді. Өмір сүрудің екі заңын білген адам бақытты болар. Бірі не болса соны жей бермей, азығына талғамен қарайтын жан. Бірі кім болса сонымен дос болмай, айналасындағы достарын жөнімен таңдай білетін адам. Бөтенге шексіз сеніп қалудан сақтан. Дос деп құрмет тұтып жүрген адамның өзі сені сатып кетуі мүмкін. Жұрттың бәріне бірдей дос боламын дегендер ешкімге де дос бола алмайды. Өмірде дана секілді сүргін келсе, екі басты қағиданы жаттап ал. Әр нәрсені жегенше аш қалған дұрыс. Әркіммен өмір сүргенше жалғыз болған дұрыс. Ақымақпен достық құрып жетіспейсің. Дананың берген уын қабылда, ақымақтың қолынан алтын алма. Әрекет етпей арманға жетуді ойлау, егін екпей оны жинаумен тең. Маған адамның кедейлігі емес, оның ойы мен жанының кедейлігі қынжылтады. Уайым ертеңгі мәселені шешпейді, тек бүгінгі мазаны алады. Біреуге риясыз сену, оның қолына өз еркіңмен өткір қанжар ұстатқаның. Лыбып тұрған қанжармен ол сені қорғауы да мүмкін, бауыздауы да мүмкін. Бәрін түсіндіруге болады, бірақ бәріне емес. Көздер сөйлей алады, қуаныштан күле де жылай да алады. Көздермен естен адастыруға да жылата да аласың. Сөздермен алдауға болады, бірақ көзбен алдау мүмкін емес. Адамның көздерінде тылсым күш жатыр. Әділетті болу үшін ең алдымен мейірбан болу керек. Өмір деген осы, бүгін бар, ертең жоқсың. Сен кет екен деп өмір өзен ағысын өзгертпейді. Уайым ертеңгі мәселені шешпейді, тек бүгінгі мазаны алады. Өзінде барды өзгелерге бере алмайтын адам, өзгелерде барды көре алмайтын адам. Ештеңені жүрекке жақын қабылдама. Жақын қабылдасаң, жадыңа ұстағың келеді. Жадыңда ұстаған жаныңа ауыр тиеді. Әр адамның өмірде бақытты және бақытсыз болуы, табысты және табыссыз болуы өз қолында. Өткен өмірдің берер сабағы, үлгі өнегесі көп ақ, бірақ оған қорытынды жасап ойланбаймыз. Тіршіліктің әр күні ләззат, шаттық, оны кей пенде сезінеді, кей пенде сезінбейді. Тіршіліктің әр күнін бақыт деп сана. Өмірде әр нәрседен хабарың болса да, адамның мінез құлқын білмей кетесің. Өзгелерге пайдалы адам мәндірек, өзіне пайдалы адам ұзағырақ өмір сүреді. Өмір теңіз, тағдыр кеме, ал кемең суға батпас үшін өзің капитан болуың керек. Тағдырдың қожасы тағдыр, адам оның құлы. Дәл қазір қолыңызда өмірдің қиын қыстау кезеңіне төтеп беруге көмектесетін дүниенің барлығы бар. Адам өмірі қамшының сабындай ғана қысқа екен. Досы көп, ұрпақ тәрбиелеген
ұтады екен.